өңірлік аманат партиясы жанындағы отбасы және халықты әлеуметтік қорғау мәселелері жөніндегі кеңестің 2023 жылғы қорытынды отырысына жиналып отырмыз. Бірінші кезекте 23 жылы осы наурыз айынан басталған жұмысымызда 8 отырыс өткіздік, және де бір дөңгелек үстел өткізілді. Осы отырыстардың барлығында 24 сұрақ қаралып, 88 ұсыныс жолданды. Бүгінгі таңда оның көбі жаңағы шешімін тауып отыр. Бұл бізді осы кеңес мүшелерінің қатысымен жемісті болғандығын көрсетеді. Жылдың ішінде Қаратөбе, Казталов аудандарында көшпелі отырыстар өткізілді. Ол жерде аудан әкімдерінің есептерін тыңдадық.